Құрметті тыңдармандар, арнама қош келдіңіздер. 68-ші бөлімі. Бүгінгі бөлімі өте қызықты, құпияға толы бөлім болмақ. Жихан мен Аздра екеуі бақытты отбасының рөлін сомдап, Серхаттың үйіне тамаққа бармақшы, яғни анасы ертіп бармақшы. Ал Серхат болса Зейнептің ата-анасымен сөйлесіп жатып, апа, әке, сіздерге айтар жаңалығымыз бар, деді. Ал ата-анасы, біз дастарханға барып отыра берейік, деді. Ал әкесі, Себем ханым келіп кеткенше жаңалықтарыңызды айтыңыздар, деді. Ал осы кезде Себем ханым Жихан мен Азраны ертіп келгенде, Әріп мырза оларды көріп қатты ашуға мінді. Мен бұл арсыздарды көргім келмеді. Бұлармен дастарханда отырғым келмейді, деді. Оның сөзін естіген Себем де, бұл отбасылық дастархан, отбасылық кеш, деді. Ал әкесінің не айтарын, Илким әкем мен Зейнеп әпке бір-бірін сүйеді екен деп, бар шындықты әкесінен бұрын жайып салды. Ал Мұстафа Эбруға тамағың тұзы өте көп деп тиісе бастады. Ал Эбру болса, аға, маған тиісіңді ғой. Азраға деген ашуыңды менен алма. Мен оған дым кінәм жоқ. Мен де ол сияқты қиналып жүрмін, деді. Ал Серхат болса, Зейнептің әкесіне, Әріп мырза, мен Зейнепті сүйемін, деді. Мен онымен бақытты өмір сүргім келеді, деді. Ал әкесі Зейнепке, қызым, бұл не істегенің, деді. Ал Себем болса, бұл отбасымен байланыс жасамауымыз керек еді. Зейнеп, сен басында не деп едің? Кадерді асырап алам да, одан кейін кетемін деп, шын сөзіңді айтып едің ғой. Енді не? Серхатты басын айналдырып алып, Кадер болмағанда бұл әулетпен де араласпас едік, деді. Осы кезде есік қоңырауын басып, Илким ашқанда анасы Берак келіп тұр. Оны Серхатта көріп, сен мұнда не істеп жүрсің, деді. Охы, бәрің жиналып қалыпсыңдар ғой. Жеке-жеке айтпай, бәріне бірден айтатын болдым, жақсы болды, деді. Мен Кадерді асырап алам, және оны сотқа берем, деді. Келесіде полиция қызметкерлерімен келіп алып кетемін, деді. Ал оны естігеннің барлығы таң қалды. Сөйтті де Берак Зейнепке, енді сендер ажыраса берсеңдер болады, деді. Ал қыздары болса, апа, бұл сенің не істегенің? Зейнептің ашуын келтірмекшісің бе, деді. Сендер мені жақсы көрмеген соң, мені жақсы көретін қызды алмақшымын, деді. Ал осы кезде Кадер, апа, деп жанына келді. Кадер, мен сені алып кетуге келдім, деді. Ал Зейнеп болса Бераққа, біз бір-бірімізді сүйеміз деп айтты. Ал Себем үйіне келіп, тексіз Берақтың қызы, некесі туған баласын бұл үйден Берак алып кетсін. Зейнептің Серхатқа тұрмысқа шыққанына қарсы емеспін. Бірақ менің арманымдағыдай келін емес. Бірақ ешкім жетісіп тұрған жоқ, деді. Қаял мен Илким екеуі ұрса жөнелді. Ал Қаял болса Илкимге түсіндіріп әлек. Зейнеп әпке бізді бұрынғыдай жақсы көреді, деді. Зейнеп әпке мен өгей анам ретінде жақсы көрмеймін, тек Зейнеп әпке ретінде жақсы көремін, деді. Әкем Зейнеп тартып алды, апам Кадерді алды. Сонда біз шетте қала береміз бе, деп Илким Қаялға түсіндірді. Ал Берак Жиханға хабарласып, Жихан, сен Зейнепті сол үйден кетіресің, деді. Айтпесе бұл тірлікке сенің де былығың бар, деді. Берак, сенің есің дұрыс па? Мені бұл іске араластырма, деді. Сен бұл іске баяғыда араласып қойғансың, деді. Түймедақ шайын дайындап, ашуыңды басып, сол шайды ішіп ал, деді. Ал Эбру болса ата-анасының келгеннен, отбасылық кешкі ас қалай өтті, деді. Ал анасы болса, әпкең мен Серхат екеуі бір-бірін сүйеді екен. Сол жаңалықты айтуға бола кешкі асқа шақырған. Кешкі асқа ішкен құрлы болмадық. Себем Жихан мен Азраны әдейі етіп келген екен. Әкең соны көріп қаны басына шапты, деді.
Ал Берак терезе алдында жылап отырғанда жанына анасы келді. Қызым, саған не болды? Сен неге жылап отырсың деді. Сен менен ештеңе сұрамаш деді. Қызым, айтса енді деді. Апа, Зейнеп пен Серхат үйлен бір-бірін шын сүйеді екен. Ал мен ақымақ Кадерге бола барып жүрсем деді. Мен білетін Зейнеп Кадерді өлсе де саған бермейді қызым. Сол себепті айырбас жасайсың деді. Ол Кадерді алады, сен саған Серхатты береді деді. Қызым, бәрі де мүмкін деп Беракты анасы құшағына қысты. Ал Зейнеп пен Серхат бір-біріне ғашықтар, махаббаттар сезімін айта бастады. Бір-бірін сүйетіндерін. Және де Зейнеп, енді бізде өмірлік күрес басталды. Беракпен күресеміз. Қыздар әлі де бізді шын қабылдаған жоқ деді. Зейнеп, сен қателесесің деді Серхат. Ал таңертең Зейнеп сәттілік білезігін жасап қыздарға ұсынды. Ел киім білезік тақпайтынын ұнатпайтынын айтты. Бірақ сөмкеңе тағып қойсаң болады деді. Ал Серхат қайырлы таң деп таңғы ас ішейік деп жатқанда қыздар біз әжеміздің үйіне барып таңғы ас ішеміз. Әжем қоңырау шалған деп қыздар кетіп қалды. Ал таңертең Берактың үйіне адвокат келіп, Тибет Көксалдың әйелі болғандықтан оның артында қалған барлық мал-мүлік, байлық, дүниелердің бәрі Беракқа тиесілі екен. Ал анасы өтірік адвокатқа көңіл айтқан болып отырды. Ал Берак, Тибеттің қарыздары маған тиесілі ғой деді. Иә деді. Мен Мұстафа жандарынан қарызым Берактың қарызы бар деді. Ал Берак қуанышты болып келгенде анасы, енді анаңа көлік әперетін шығарсың деді. Сен өзіңе не алсам екен деп ойлайсың деді. Осы кезде Берактың үйіне полиция қызметкерлері келді. Берак, қаным, амансыз ба? деп айтып жатқанда Түлай да олардың әңгімесін естіп тұрды. Сіз бізбен бірге бөлімшеге баруыңыз керек. Күйеуіңіз Тибет Көксал туралы анықтама бересіз деді. Ал Серхат таңертең Зейнепке уайымдама. Кадерді Беракқа бермеуге әрекет жасаймын. Мен Кадерден айырылып қалғым келмейді деді. Уайымдама, адвокатпен сөйлесем бүгін деді. Осы кезде Түлай Серхатқа хабарласып Берактың полиция бөлімшесінде екен айтты. Ал Шейхан болса Азыраға келіп, жаным, дайындал, сені УЗИге апарам. Көптен күткен баламды УЗИден көрем деді. Ал Азыраға сен өзің босанасың деді. Менің өзім босану жайлы сенің не шатағың бар? Баланы босанатын мен. Қалай босансам да өзім білем деді. Берак, өз балдарын өзі босанған. Сен де өзің босанасың деді. Ал Себен болса немерелерін Зейнепке қарсы қойып жатты. Яғни Зейнеп Кадерді алса сендердің әкелерінің дүние мүлкіне таласады. Және де Зейнеп тағы да бала туса сендерді әкелерін интернатқа апарып тастайды. Керексіз болып қаласыңдар деп қыздардың үрейін ұшырып отырды. Ал Себен Зейнепті қабылдамайтынын айтты. Осы кезде Шейхан мен Азыра келді. Азыра, қыздар, Зейнеп өте жақсы адам. Сендер олай жаман ойламаңдар деді. Ал Себен Азыраға айқайлай бастады. Зейнеп әкесінің сауда орталығына келді. Сөйтті де әкесі, қызым, сен ол үйде бақытсызсың ғой. Сен осының бәріне де лайықтысың ба? Сен ол жерде ешкімде керек қылмайды деді. Әке, мені Серхат керек қылады деді. Қызым, өмір бойы өкініп өткенше, бір рет өкініп, осы жерден тоқтат қызым. Сен енді бақытты болмайсың ол адамдармен деді. Ал Жан, Серхаттың ағасы Серхатқа келіп, апам маған хабарласып, сен бәрін де білесің. Сен неге маған айтпайсың деп қатты ашуланды. Құтты болсын, Зейнеп екеулерің бір-бірлеріңді шын сүйеді екенсіңдер ғой деді. Аға, шын қуанған бірінші болып сен ғой деді. Ал осы кезде Нежеп мырза келіп, Нежат туралы бір құпия айтты. Ал Берак болса полиция бөлімшесінде есеп берді. Полиция қызметкерлері, Берак ханым, сіз қызыңыз көлік қағып кеткенде ауруханада болғансыз, және де кешкі 21:21-де
ауруханадан шығып кеткенсіз деді. Мен қызым қатты жарақат алғандықтан көлік қағып кеткендіктен ол кезде не болғаны есімде жоқ деді. Сізге Тибет мырза хабарласты ма деді. Жоқ деді. Ертеңгісін қызым Тибеттің қағып кеткенін айтқанда деді. Фильмнің жалғасы бар.